Құрметті Тіл ғылымы каналының көрермендері, сәлеметсіздер ме? Тіл ғылымы каналында тыйым сөздер деген айдар ашқан болатынбыз. Тыйым сөздер айдарына біз бірнеше рет ақпарат ұсындық. Бүгінде сол ақпаратты жалғастырғым келеді. Бүгінгі ақпараттың негізгі мазмұны киімге қатысты, оның ішінде бас киімге қатысты болады. Бірінші айтылым бұл үйдің құты бас киім дейді. Қазақта бұл сөз неліктен қалыптасқандығына қатысты әртүрлі түсінік бар. Ең бірінші түсінік бұл ежелгі наным сенім бойынша адамның бас киімі оны жоғарғы әлеммен, яғни көк пен аспанмен байланыстырады деп түсінеді. Сондықтан бақ, ырыс, береке, мол қазына, байлық деген түсініктер осы бас киіммен байланыстырылып, үйдің құты бас киім деп есептеледі. Және осы түсінікке байланысты үйдің құты дегенде барлық мүшелеріне қатысты бақ береке осы бас киімдеріне байланып тұрады деген түсініктен әртүрлі тыйымдар пайда болған. Бас киіміңді баспа, бас киімді жерге қойма, жоғарыға қой, бас киімнен аттама, бас киімді теріс қаратып киме, бас киімді малға лақтырма, тымақтың үстінен тымақ киме деген тәрізді тыйым сөздер бар. Жалпы бас киім бұл әсіресе ер адамдарға қатысты айтылады. Егер бас киімнен аттаса, ер адам белсіз болады, ол өсіп өнбейді, ұрпағы болмайды деген түсінік бар. Және де бас киім бұл ұрыққа жан беретін қасиеті бар деп түсініледі. Бас киім құтты болғандықтан шала туған нәрестелерді қалпаққа немесе бөрікке жатқызып, оны керегенің басына іліп қою дәстүрі де осы бас киімнің құтты болуымен байланыстырған. Бас киімнің құтты, үйдің құты бас киім деп есептелетіндігі туралы Шоқан Уәлиханов өз еңбегінде қазақтардың кейбіреуі бас киімін ешкімге кигізбейді, өйткені құт қашады, бас киімнен адамның құты қашып кетеді деп, егер біреу кигізетін болса, сол құт сол адамға ауып кетеді деген түсінік бар деп атайды. Ежелгі кезде, осы ертеректе бәйгеге қатысқан шабандоздар өздерінің аты озып келген кезде сыйлық берушінің алдына бөркін тастаған, немесе басына шарт байлаған орамалын шешіп тастаған. Бұл сол бас киімін тастау арқылы ол мақсаттың орындалғандығын көрсетеді. Және де осындай түсінік тек қазақ халқында емес, түркмендердің де әдет ғұрыптарында бар екендігі туралы әдебиеттерде айтылып жүр. Олар түркмендерде мысалға баласы туып, оның кіндігі түскен кезде сол кіндікті әкесінің бас киіміне тігіп қойса, бала жоғалып кетпейді деген түсінік бар екен. Бас киімнің құтты екендігін тағы бір көрсететін әдет, бұл ер адам қайтыс болған кезде оның киімдерінің бірсыпырасын тума-туыстарына үлестіріп береді. Бірақ ер адамның бас киімі сол үйдің өзінде қалады. Бұл да бас киіммен бірге құт көшеді деген ырымнан туындаған. Бас киімге қатысты қазақта басынан құтқа кетті деген тіркес айтылады. Бұл да бас киімнің жалпы жоғарғы әлеммен байланысы бар деген, тылсым әлеммен байланысы бар деген түсініктен туындаған. Және бас киімде осындай тылсым қасиеттің болуы, адамның басы бұл құт қонатын орын деген түсініктің негізінде қалыптасқан. Ал басынан құт кетті деген осы түсініктің тілдегі көрінісі болып саналады. Қазақта сонымен қатар бөрік беру деген айтылым қазақ тілінде сақталған. Бөрік беру дегенде бұл әдет ғұрыпқа жатқызылады. Ұзатылып бара жатқан қыз өзінен кейінгі сіңілісіне тақиясын немесе бөркін береді. Бұл сенің жолыңды аштым, сенің бағың ашылсын, бақытыңды тап деген тілекті түсінікті білдіреді. Және оны қазақ шарғы деп атаған. Шарғылы қызға жеңгелері, апалары бағың ашылсын, бақытты бол деп бата беріп, және де маңдайынан иіскеген. Кимешек деген атау бізге өте таныс, бірақ осының этнографиялық мәні, этнолингвистикалық сөздікте бұл кимешек әйел адамның, келіншектің ең бірінші аяғы ауыр болған кезде, аяғы ауыр болған алғашқы айларында енесі арнайы дастархан жасап, ет асып, шай беріп, әйелдерді шақырып жасайды. Арнайы рәсіммен кигізетін бас киімнің түрі. Кимешекті кигізген адамға келіннің енесі сый беретін болған. Кимешек деген атаудан бөлек қазақ тілінде бел шалғыш деген
киімнің атауы болған. Белшалғыш деген киімнің атауы бұл қазіргі юбка деген сөзбен сәйкес келеді. Бірақ бұл белшалғышты ертеде 3-4 бала босанғаннан кейін әйел өзі сол белшалғыш киетін рәсімін жасап, өзі соны ұйымдастырып өткізетін болған. Бұнда да әйелдерді қонаққа шақырады. Белшалғыш киген әйелге өзге құрбылары немесе келген әйелдер жақсы тілектерін айтып, бақытты бол, киіміңнің қызығын көр, балаларыңның қызығын көр деген тілек айтатын болған. Жалпы белшалғышпенен кимешек кигізудің екеуінде де дастархан жайғанменен бұлардың этнографиялық мәні екі түрлі. Кимешек кию рәсімін бұл келіннің енесі ұйымдастырса, ал белшалғыш киюді 3-4 бала тапқан әйелдің өзі ұйымдастыратын болған. Оның мәні бұл әйелдің енді осы келген әулетіндегі орны орнықты және өзі де әртүрлі шешімдерді қабылдай алуға қабілетті деп түсіндірілген. Ескі киімдерін басынан 3 рет айналдырып тастау деген айтылым бар. Өзі айтып тұрғандай, айтылымның мазмұнында бұл егер ескі киімдерді адамның басынан 3 рет айналдырып тастаса, онда адам ауруынан, дертінен құлан-таза айығады. Өткен себебі осы ескі киімдерде дерттің негізгі қоздырғышы немесе негізгі дертті таратушы себеп осында жатыр деп түсінген діни сенімнен туындаған айтылым бұл. Жалпы тек бас киім ғана емес, жалпы киімді құтпен байланыстыру мынандай салттан да байқалады. Ертеде егер әйел қайтыс болған жағдайда баласыз болатын болса, қайтыс болған әйел оның киімін, сәукелесін, тонын, көрпесін, қалыңдық кезіндегі алып келген киімдерінің барлығын төркініне қайтаратын болған. Ал егер керісінше көп балалы әйел дүниеден озатын болса, оның әрбір киімі құтты деп саналатын болған. Бұл жаңа киім киген адамға киіміңе бау тігіп берем, бау байлап берем деген сөзді айтады. Бұл одан жаңа киім киген адамнан сыйлық дәмету болып саналады. Ол сыйлықты тонбау деп атайды. Жалпы бау тағылмаса да, бау тігіп бермейтін киім болса да, тонбау беру деген ырым болған. Бұдан басқа қазақ тілінде киімді біреуге берген кезде сол құтым, бағым сол киіммен бірге көшіп кетпесін деп белгілі бір түймесін немесе бір жердегі бауын қиып алып қалу ырымы да болған. Бас киімге қатысты қазақ тілінде орныққан тағы бір атау сәукеле байғазысы деп аталады. Сәукеле байғазысы бұл ұзатылып жатқан қызға жалпы дүниесінің бас жасауы ретінде сәукеле тігіледі де, қалыңдық осы сәукелені киген кезде тума-туыстары, ағайын жұрты оған осы сәукеле байғазысын береді. Құрметті Тіл ғылымы каналының көрермендері, этнолингвистикалық сөздіктен Әбдуәли Қайдаров құрастырған «Қазақтар ана тілі әлемінде» деген этнолингвистикалық сөздіктен алынған ақпараттарды сіздердің назарларыңызға ұсындық. Біліп жүргендеріңіз артық болмас деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Егер ақпараттар ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар.